Қазір мен сіздерге қалай возврат жасауды несейін. Менде мысалға 14 күн болған жоқ тіркелгеніме, бірақ маған инкруиз ұнамай қалды. Сол себептен партнерстводағы ақшамды қайтарғым келеді, яғни $295. Ол үшін мен талай сайттарды, мұндағы барлық заттарды ақтардым, бұнан таба алмадым. Платежиге кірдім, бұның ішінде де жоқ, мысалы квитанцияда тұрады, бірақ бұл жерде де кнопка жоқ басатын. Бұрын почтаға не істейтін едім, ода да жоқ. Сол себептен қазір мен шешімін таптым. Оның шешімі мына жаққа служба поддержкаге жазасыз. Мен мына жақта бұны жаздым, жаңағыдай ответ келді. Бұл қалай жүзеге асады? Мысалға отделге возвратына басасыз, возврат средств партнерами членам клуба, осыны басасыз. Мына жаққа темаға возврат средств партнерам мына уже дегенді қылып жазасыз. Мен астық тұр ғой. Одан кейін мынандай қылып жаздым: я хочу остановить партнерство, пожалуйста, верните мне свое $295. Я регистрацию сделал 4 марта. Мысалы тіркелген күніңізді жазасыз, сосын бүгінгі күніңізді жазыңыз, 14 күн болған жоқ екенін жазыңыз, все по договору деп жазыңыз. Одан кейін отправка жіберсеңіз, одан кейін бір 25-30 минуттың аралығында сізге осындай жауап келеді. Немесе почтаңызға мынандай жауап келеді. Көрсетейін сізге. Почтаға. Мне администратор ответил на ваш тикет. Мы приняли ваш запрос на возврат средств по билету. Осылай келеді.